Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamu алейкум wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі біздің қысқаша қозғайтын уағызымыздың тақырыбы намаз оқымайтын бейнамаз адамның сойған малының етін жеуге болады ма? Бүгінгі күні арамызда қозғалып жүрген мәселелердің бірі намаз оқымайтын бейнамаз адамның шариғат талаптарына сай, яғни бисмилля Аллаху акбарды айтып сойған малының еті адал болады ма немесе арам ба? Кейбір адамдардың білімсіздік себебімен малдың еті адал болуы үшін тек қана намаз оқитын адам ғана бисмилля Аллаху акбарды айтып шалса ғана адал болады деген пікір арамызда тарап кеткен. Алайда бұл мәселеге шариғат тұрғысынан кеңірек қарайтын болсақ, Алла тағала Анғам сүресінің 121 аятында былай дейді: «Ла та'кулу мимма лам юзкар исмуллахи алейхи ва иннаху лафиск». Сендер Алланың аты аталмаған малдардың етін жемеңдер, себебі ол пасықтық, яғни шариғаттың шеңберінен шығу деп айтқан. Бұл аяттан біз малды сойғанда шариғат талабына сай, яғни бисмилля Аллаху акбарды айту шарт екендігін көреміз. Ал енді оны соятын адамның намаз оқып оқымауына байланысты Абу Ханифа және Хамбали мазхабы бойынша намаз оқымайтын адам шариғат талабына сай соятын болса, онда малдың еті адал болатынын көреміз. Бұған дәлел Маида сүресі 3 аятта Алла тағала мұсылмандар үшін не нәрселерді жеу арам екендігін айтып жатыр. Хурримат алейкумул майтату ваддаму ва лахмул хинзир ва ма ухилля ли гойриллахи бих. Сендер үшін өліні, аққан қан, шошқаның еті және Алланың есімі аталмаған малдың еті арам қылынды. Осы аяттың жалғасында илля ма заккайтум. Алла тағала егер сендер Алланың есімі айтатын болсаңдар ғана онда адал деген. Осы аяттың тәпсірінде Ибн Касир, үлкен муфассиріміз Ибн Касир және басқа да ғұламалар бұл жерде айтылып жатқан нәрсе жалпы мұсылмандарға айтылып жатқан мәселе деп қарастырған. Бұл жерде намаз оқыған, намаз оқитын, намаз оқымай тұрған деп бөліп қарастырмаған, жалпы мұсылмандарға айтылған аят деп қарастырған. Бұл аятта Алла тағала малдың адал болуы үшін тек қана бисмилля Аллаху акбар айтылса ғана жеткілікті екендігін айтып жатыр. Одан басқа ешқандай шарттарды қосып жатқан жоқ. Осы аятты ары қарай жалғастыратын болсақ, Алла тағала осы сүренің, яғни Маида сүресінің 5 аятында «Утуамул лазина утул китаба хиллул лакум». Кітап иелерінің, яғни христиандардың, яһудилердің сойған малдары да сендер үшін адал деп айтып жатыр. Бұл аятта да қарайтын болсақ, намазды я болмаса басқа да бір құлшылықты шарт қылған жоқ. Біз білеміз, кітап иелері, яғни христиандар болмаса яһудилер, олар намаз оқыған емес. Бұрынғы христиандар, яһудилер болсын, қазіргі уақытта христиан яһудилер болсын, олардың шариғаттарында намаз жоқ еді. Егер еттің адал болуының шарты намаз оқу керек болғанда, онда кітап иелерінің сойған малдары адал деп аятта келмеуші еді. Сондықтан қорыта келе айтатынымыз, сойған малдың адал болуында намаз оқу шарт болса, онда ол Құранда немесе хадисте келу керек еді. Келмеген себепті бейнамаз адам сойған етті шариғат талаптарына сай толықтай адал деп айта аламыз. Ва ахири дa'wana анил хамдулиллахи раббил алямин.